Индонезияның Сулавеси аралында паром суға батып 15 адам қаза тапты. Сәлеметсіздер ме, құрметті көрермендер? Еліміздегі және шет елдегі жаңалықтарды алғашқылардың бірі болып көргілеріңіз келсе, каналымызға тіркеліп, лайк пен қоңыршаны баса кетіңіздер. Индонезияның Сулавеси аралында паром суға батып 15 адам қаза тапты. 19 жолаушы із-түзсіз жоғалған. Су көлігінің бортында барлығы 40 адам болған. Кейбір мәліметтерге қарағанда, жолаушылар саны бұдан әлде қайда көп болуы мүмкін. 6 адам тірі қалған. Апаттың нақты себебі туралы әзірге ешбір мәлімет жоқ. Қайғылы оқиға болған аймақта ұлттық іздеу құтқару тобы жұмыс істеп жатыр. Осы және өзге де жаңалықтарды алғашқылардың бірі болып көргілеріңіз келсе, каналымызға тіркеліп, лайк пен қоңыршаны баса кетіңіздер.